Наурыз дегенде ең бірінші көктем, барлық адамдардың бір-біріне кешірімді болуы, потом ең бірінші еске түсетін ол әрине ұлттық тағам біздің наурыз көже. Ұлттық ойындар еске түседі, көбінесе ойналатын. Бұл ұлыстың ұлы күні, жалпы бүкіл қазақ халқының бір-бірімен жаңағы көрісу мерекесі, амал мерекесі деп айтылады ғой. Адамдар бір-бірімен төс қағыстырып, бұрынғы реніштердің барлығын ұмытып, жаңа жылға, жаңа қадамға аяқ басады деген сөзді ойыма аламын. 7 ингредиент бұл аптаның 7 күніне неғылған сәйкестендірілген деп айтылады. Яғни 7 түрлі дәм қосылу керек. Барлығымыз білетіндей 7 түрлі дәм дақылдар қосылады. Оның ішінде сөк, мейіз, тары, арпа, күріш, сүт қосылады, өрік қосылады, мейіз қосылады, тағы сондай дәм дақылдар қосылады. Әр жақта әрқалай негізінде. Бірақ өзім білетін, қандай еспесем, су, күріш, мысалы, одан кейін май қосады, мейіз қосады, кішміш қосады, банағы өрік дегенде де қосады кейде. Бірақ енді әр елдің салты басқа, италы басқа дейді, әртүрлі жерде әртүрлі қосады. Бірақ өзім білетін негізгі солар. Ақтағандар өзінің аты айтып тұрғандай жаңа айран, қымыз, шұбат секілді қазақтың сусындары қойылады негізінде. Негізі Қыдыр ата келуіне байланысты құт алып келеді деген наным сенімдер бар. Салт дәстүр ретінде де өзі қазаққа сіңіп кеткен ол нәрсе. Сол күні кәдімгідей генеральный уборка жасалады. И еще тағы қалай деп айтсақ болады. Көрісу күні бар, наурыз тойынан алдыңғы. Ол өкпе реніштері бар адамдар арасында және де көптен бері көріспеген адамдардың немесе күнделікті көріп жүрген адам арасында да болады. Олар бір-бірінің амандығын, саулығын білу үшін жүргізілетін салт дәстүр ретінде қарауымызға болады. Наурыз мерекесінде тойланатын салт дәстүрдің бірі бастаңғы деп аталынады. Яғни ол бастаңғы салт дәстүрін тойлаған кезінде үлкені жоқ үйге барып, жастарымыз, аға әпкелеріміз барып, сол жерде өздері керемет кеш өткізеді. Яғни наурыз мерекесін солай тойлап өтеді. Қандай да бір мереке алдында жастардың ұйықтап қалмауы үшін қыз келіншектер тағам дайындап беретін, яғни арнайы дәмді тағамдардан дайындап беретін. Бұл мерекенің аты Наурызама деп аталады. Яғни бұл жерде алты бақандар тебіліп, жаңағы ұлттық ойындар ойналатын мереке болып табылады. Жастарға арналған алты бақан ойыны, қыз қуу және жаңағы ақсүйек ойындары. Қыз қуу ойында жігіт, яғни қызды қуады. Бұрын жылқымен бірге қуатын болған, қазір заманға байланысты әртүрлі жүгіріп деген сияқты. Жент арнайы тарыдан жасалады ғой, тарыны езіп барып жасайды. Ұнтақ пайда болады, соны қантпен араластырып, арнайы формаға қатырады. Мысалы, айранға бір стакан ұйытқы құйып жасауға болады, оны ашыту арқылы жасайды айранды. Ал енді шұбатқа, қатыққа су қосу арқылы жасалады. Тұз, су қосу арқылы шұбатқа. Шұбат деп мұң шалап, кешіріңіздер. Ал ол шұбат, ол түйенің сүті арқылы жасалады. Шыны керек, наурызға байланысты ма? Қалмател білмейді кем? Мен біреуін айтып көрейін, басын сіз жалғастырыңыз. Көрейік. Орыста мейрам көп? Пас. Болды. Әрі қарай білмеймін. Наурыз көже қалғанша? Жаман. Басқа мағлұмат жасап тұрған. Жаман қарын жарылсын. Тәуір болмайды? Тәуір болмас. Орыста мейрам көп? Қазақта айран көп. Дайындап келдіңіздер ме? Мамандығым қарамайды, сен қарамашы. Вообще қарамашы. Сен де қарамашы. Мен мұнда қарап айтам ба, әлде сізге қарап па? Қанға айтамын, мынаған ба, мынаға. Бұрын жылқымен бірге қуатын болған, қазір заманға байланысты әртүрлі жүгіріп деген сияқты. Орыста мейрам көп? A few moments later. Білмеймін, апай айтып көрмейсіз ба?